Майк Тайсон кәсіпқой боксшы, оның есімі әлі күнге дейін әріптестері арасында ең танымал болып қала береді. Ол жасөспірімдер арасындағы олимпиада чемпионы, бірнеше рет рингтегі агрессивті мінез құлқы үшін өлтіруші боксшы деген лақап атқа ие болды. The Ring тұжырымдары бойынша танылған чемпион. Тез нокауттың шебері, көптеген рекордтары әлі де жаңармаған. Бала және жастар Майкл Джерард Майк Тайсон 1966 жылы 30 маусымда Бруклинде дүниеге келген. Майктың әкесі бала туылғанға дейін отбасын тастап кеткен, сондықтан болашақ спортшы оның фамилиясын анасының бірінші күйеуінен мұра етті. Сондай-ақ Тайсонның үлкен ағасы Родни мен әпкесі Денис бар. Майк балалық шағында ерік жігері, әлсіз және өзін қорғауға мүлдем қабілетсіз болды. Оны сыныптастары ғана емес, ағасы да қорлаған. Тайсонның ойында баланың көз алдында жергілікті бұзақы көгершіннің басын жұлып алғанда бетбос болды. Ашуланған Майк жасөспірімге шабуыл жасап, оны аяусыз ұрып соғады. Бұл оның жас қарақшылардың құрметіне бірден ие болды. Жаңа достарымен бірге Тайсон көп ұзамай ұрлай бастады. Ол үшін ол бірнеше рет кәмелетке толмаған қылмыскерлерге арналған түзеу мекемелерінде болды. Колонияға келесі сапары кезінде Тайсонның жолы болды. Ол жерге қиыншылыққа ұшыраған жасөспірімдермен сөйлесу үшін келген атақты кәсіпқой боксшы Мұхаммед Әлиді көру. Майк ұлы шебермен танысқаннан кейін алдымен боксшы болуды ойлады. 13 жасында сол кезде түзелмейтін және тіпті ақыл ойы кем болып саналған Майк аты аңызға айналған жаттықтырушы Кус Даматоның қолына түсті. Дәл сол кезде Майк өзінің ерекше стилін таңдады. Жекпе-жек рингке музыкалық сүйемелдеусіз, халатсыз, қара шорт киіп, жалаң аяқпен боксшылармен шықты. Спорт карьерасы 1981 жылы Майк өзінің алғашқы атағын алды. Жасөспірімдер арасындағы олимпиадалық турнирлердің чемпионы болды. Тайсон келесі жылы өзінің жетістігін қайталады. Содан кейін 1983 және 1984 жылдары ұлттық чемпионаттарда алтын медаль алды. 1985 жылдың көктемінде Тайсон кәсіпқой рингте дебют жасады. Осы жылы спортшы 15 жекпе-жекке қатысып, нокаутпен жеңіске жетті. Оның атақ даңқы 1986 жылы Майк Джеймисон, Стив Зоуски, Джеймс Тиллис, Реджи Гросс, сондай-ақ Мич Грин сияқты мықты қарсыластарға қарсы сәтті жекпе-жектерден кейін болды. Жекпе-жектен кейін мен Тайсонмен 7 жыл рингке шықпадым. Майктың танымалдылығына сол кездегі ең перспективалы күрескер Марвис Фрейзермен жекпе-жек әкелді. Ол сол кезде бір ғана жеңіліске ұшырады. Бірінші раундта Тайсон жіберді. Бұл жеңіліске ұшыраған қарсыласы Марвис бірден бокстан кетті. 1987 жылдың қарашасында спортшы, ОК әлем чемпионы Тревор Бербикке қарсы жекпе-жекте жеңіске жетті. Ол Тайсонға $5 миллион әкелді және ауыр салмақтағы ең жас чемпион атағын алды. Оның үстіне Майк бұл жекпе-жекте қарсыласын 3 рет құлап, тұруға мәжбүрлеп, рекорд орнатты. Бұдан кейін бұрынғы чемпион Пинклон Томасқа қарсы жекпе-жекте жеңіске жетті. Ол осы уақытқа дейін ешқашан нокдаунға түспеген, және Тони Такер, Тайрел Биггс және Ларри Холмспен жекпе-жектен кейін ең жас абсолютті ауыр салмақтағы чемпион атағын алды. Күрделі жеңістерден басқа, Тайсонның да сәтсіз жекпе-жектері болды. Мысалы, 1990 жылы әлсіз, бір қарағанда қарсыласы Джеймс Бастер Дуглас сияқты. 1991 жылы Майк 18 жасар қара мисс Род Айленд Дизири Вашингтонды зорлады деп айыпталып, 3 жылдан кейін кепілге босатылды. Бастапқы алтынның орнына. Боксшы рингке тек 1995 жылы оралуды белгіледі және бұл сәтті бақ жыл оқиғасы деп атады. Түрмеден шыққаннан кейін боксшының стилі айтарлықтай өзгерді. Бұл спортшыға көптеген жеңістер, ақша және атақ әкелді. 3 дүркін әлем чемпионы. 1997 жылдың жазында әйгілі боксшының Эвандер Халифилдке қарсы жекпе-жегі өтті. Оның барысында Тайсон тістеп алды. Оң құлақтың жау бөлігіне. Жекпе-жек төбелеспен аяқталды. Майк бокс лицензиясынан айырылды және $3 миллион айыппұл төледі. Мүмкін, бұл оқиға әрқашан осы жанжалды спортшының есімімен байланысты. Майк 1999 жылы рингке оралды, бірақ сыншылардың пікірінше бұл Тайсон емес. Сонымен қатар күрескер семіздікке, есірткіге және тағы да заңға байланысты қиындықтарға тап бола бастады. Кейін Майк жекпе-жек алдында допинг сынамасын тапсыру үшін басқа адамдардың зәр анализін жиі қолданатынын мойындады. 2002 жылы ең көп табыс әкелген жекпе-жек Майкты нокаутқа түсірген британдық боксшы Леннокс Льюиске қарсы өтті.
Ал 2005 жылы жалпыға беймәлім ирландиялық спортшы Кевин Макбрайттан жеңілгеннен кейін Тайсон спорттан кететінін жариялады. Осы жылдар ішінде Майк күрделі қаржылық қиындықтарға тап болды, тіпті банкрот деп жариялады. Келесі карьера өзінің ауыр қаржылық жағдайын жақсарту үшін, Тайсон кейінгі жылдары өнер мен бизнестің әр түрлі салаларында өзін сынап көрді. Ол фильмдер мен телехикаяларда белсенді түрде ойнай бастады. Майкты Рокки Балбоа, 2006, Асқақ, 2009 фильмдерінде көруге болады. Барлығы 1993 жылдан 2017 жылға дейін Майк 5-10-нан астам фильмдер мен телехикаяларда ойнады. Сонымен қатар спортшы Лас-Вегаста және теледидарда өмірбаяндық шоуға қатысты. Күрес бағдарламалары. 2012 жылы Тайсон ең үздік балуандарға арналған даңқ залына енгізілді. Сол жылы Тайсон өзінің жеке негізін құрды. Оның мақсаты балаларға күресуге мүмкіндік беру. Көп ұзамай Тайсон Гарри Джонаспен бірге Iron Mike Productions боксты промоутерлік компанияның негізін қалады. 2013 жылы Fox Sports бір арнасы атақты боксшының өміріне арналған Майк Тайсонның құпиялары анимациялық деректі телехикаясын ұсынды. Сол жылдың қараша айында Тайсон New York Times бестселлерлерінің тізіміне енген Майк Тайсон, даусыз шындықтар атты өмірбаяндық кітабын шығарды. 2017 жылдың қаңтарында Тайсон өзінің YouTube арнасын Леле Понс пен Руди Манкуса сияқты әйгілі Винерспен комедиялық бейне өндіруші Shot Studios компаниясымен бірлесіп ашты. Тайсонның арнасында сіз Майк Тайсондың жеке өмірі. Тайсон 3 рет үйленді. Актриса Робин Гивенске 1988-1989, педиатр Моника Тернерге 1997-2003 және Лакия Кики Спайсерге 209 жылдан бері пародиялы музыкалық бейнелер мен эскиздерді таба аласыз. Жыл. Тайсонның үшінші әйелі боксшымен 18 жасында танысқан. Оның әкесі ықпалды мұсылман дін қызметкері қызын бокс жарыстарына жиі апаратын. Оның даулы боксшымен қарым-қатынасы 2008 жылы Кики алаяқтық ақша жинау қызметі үшін айыпталған әкесімен бірге болған үшін түрмеге жабылған кезде елеулі бетбұрыс жасады. Түрмеден бір апта бұрын Кики Тайсонның баласына жүкті екенін білген. Қыз 6 ай түрмеде отырды және бостандыққа шыққаннан кейін көп ұзамай Майктың қызы Миланды дүниеге әкелді. Жалпы Майктың 8 баласы бар, оның ішінде екінші некеден асырап алған қызы. Майк түрмеде отырған кезінде исламды қабылдап, арабша Малик Абдул Азиз деген есімді алды. 2008 Тайсон вегетариандық болды және 40 к жоғалтты. 2011 жылдың наурызында Майк The Ellen DeGeneres Show бағдарламасында өзінің байсалды өмірге ұмтылысы туралы айтты, бірақ 2 жылдан кейін ол өзінің байсалдылығы туралы өтірік айтқанын және жақында маскүнемдіктен өліп қала жаздағанын мойындады. Сондай-ақ боксшы вегетариандықпен айналыспағанына 4 жылдан асты. Майк биполярлық аффективті бұзылыспен ауырады. Майк өзінің әйгілі бетіне 2003 жылы Клиффорд Этьенді жеңгеннен кейін татуировка жасады. Майк Тайсон қазір Майк Тайсон өзінің жетілмеген, бірақ тамаша беделіне адал болып қала береді. 2022 жылдың көктемінде спортшының Майк Битестің құлағы тістелген құлақ пішіндегі сағыз кәмпиттерін шығарып, сата бастағаны белгілі болды. Дана. Сол кезеңде Майкпен бірге Сан-Франциско, Флорида рейсінде ұшқан адамдар түсірген видео баспасөзге шықты. Онда боксшы өзін жанкүйерім деп таныстырған жолаушыны соққыға жыққан. Жас жігіт спортшыны әңгімелесіп, жанкүйерге сабырға шақырды. Сөз дәрменсіз болғанда жұдырықтай жұмылған. Оқиғадан кейін жәбірленуші полицияға хабарласқан. 2023 жылдың қаңтарында Тайсонның есіміне қатысты жанжал қайтадан басталды. Ол 1990 жылдардың басында оны зорлады деп сотқа берген әйелдің кесірінен тергеуде болды. Марапаттары мен атақтары: 1981-1982 жасөспірімдер олимпиадасының жеңімпазы, 1982 алтын қолғаптар турнирінің жеңімпазы, 1985 The Ring журналы бойынша ең перспективалы боксшы, 1986-1990, 1996 198 тұжырымы бойынша әлем чемпионы атағы. Жыл боксшысы The Ring журналының нұсқасы бойынша 1987-1989, BB нұсқасы бойынша үздік шетелдік спортшы, 1987-1990-1996, B нұсқасы бойынша әлем чемпионы атағы, 1987-1990, EP нұсқасы бойынша әлем чемпионы атағы, 1987-1990, The Ring нұсқасы бойынша әлем чемпионы атағы, 1989, BB 2010 нұсқасы бойынша спорт әлеміндегі жыл тұлғасы кірген бүкіл әлем
әлемдік бокс даң залы. 2011 халықаралық бокс даң залына енгізілді. 2011 ауыр салмақтағы ең жас әлем чемпионы ретінде Гиннестің рекордтар кітабына енгізілді. 20 жаста 144 күнде 2011 ең жылдам нокаут бойынша Гиннестің рекордтар кітабына енгізілді. 9 нокаут 1 минуттан аз. 2012 ой даң залына енгізілді.